Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Мен бүгін өзімнің кезекті бейнемді түсіріп жатырмын. Осы бір әлеуметтік желіден керемет түрік самсасын көрген болатынмын. Соны сіздермен бірге жасайтын боламыз. Ол үшін мен 400 грамм ұнды алып елеп қойдым. 2 жұмыртқа алдым және қопсытқыш алдым. 1 шай қасық тұз алдым. 70 грамм маргарин алдым. Тұзды салып қояйын, ери берсін, және майды мен қазір ерітуге қойып қоям. Майды оны ең соңынан салатын боламыз. Енді мен қопсытқышты ұнға салып араластырып қойған болатынмын. 2 жұмыртқаның біреуінің сарысын алып қалам, 1,5-ын суға қосып жіберем. Жақсылап тұрып араластырып аламыз барлығын. Жұмыртқаның сарысын бетіне пленка жауып қойып қоям, беті қатып қалмау үшін. Солай беті жабық тұрған жақсы болады. Әбден жақсылап тұрып араластырып алдым. Енді осы суымыздың барлығын құйып жібереміз. Енді бір ескеретін жай, мен 400 грамм ұн алдым дедім, 50 граммдай ұнды тағы да елеп қойып қойдым. Ол жаңағы жұмыстың барысында егер мен қамырым сұйық болып кететін болса, оны жайлап себезелеп қосатын боламын. Ұнның тығыздығына байланысты әртүрлі болады. Мен белес деген ұнды алғанда, ол 400 грамм ұным тек 7-де тұрды. Мынау енді басқа ұн көрейін деп ойладым. Мен белес деген ұным өте дымқыл, шамалы болып шықты, сондықтан да мен ол ұннан қазір жасап жатқан жоқпын. Енді міне әзір болған қамырымызға жаңағы майымызды түгелдей құйып жібердім. Егер қамырым тағы сұйық болып кетіп жатса, тағы да ұн себезелейтін боламыз. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, егер сіз менің арнама тіркелмесеңіз, арнаға тіркеліп кетсеңіз деген өтінішім бар. Осындай қазақ тілді арналардың дамуына сіз өзіңіздің үлкен септігіңізді тигізер едіңіз. Егер арнаға тіркелсеңіз, лүпіл бассаңыз, пікір қалдырсаңыз, осындай қазақ тілді арналар басқа тілді арналармен қатар бірге дамыр дегім келеді. Міне мен қамырымды осындай жұмсақ қылып жасап тастадым және оны 20 минутқа тындырып қоям. Міне менің қамырым осындай болып тынып тұр. Енді қазір біз самсамызды жасайтын боламыз. 2-ге бөліп алдым, жұмыс жасауға жеңіл болу үшін. Азғантайдан жаңағы жасайын деп 2-ге бөліп алып жатырмын. Кішкене ұнды себезелеп алып, нанымызды ысатын боламыз. Өйткені біздің нанымыз өте жұмсақ. Аз-аздан ұнды себезелеп тұруымыз қажет. Енді жұқалап барынша ысып алу керек. Міне мен осындай қылып жұқа қылып ысып алдым. Өйткені біз жұмыс барысында біздің самсамыз 2 қабаттан тұрады. Сондықтан жұқалап тұрып ысып алдым. Енді осындай әртүрлі размерде жасап алуыңызға болады. Жаңа үлкен қылып істесеңіз, үлкендеу, кішкентайлау болатын болса, кішілеу осындай қылып кесіп алсаңыз болады. Енді осы төп түрішті нанымызды 4 жағынан кішкентай ғана кесінділерге кесіп аламыз. Менде әзір фарш бар, сол әзір фаршпенен жасай саламыз. Менде бұл асқабақ қосылған, бияз қосылған ет фаршы. Енді манты жасағандай 2 шетін осылай жапсырып алғаннан кейін манты сияқты әрбір шеттерін осындай әдемі гүл сияқты қылып аламыз. Және екінші кесіп қойған біздің шаршымызға тағы да салып, тағы да 2 шеттерінен қосып, осындай әдемі гүл сияқты қылып жасап аламыз. Міне бізде сонда осындай әдемі самса шығады. Енді сіздерге түсінікті болу үшін мен тағы да қайта жасап көрсетейін. Орташына фаршымыз салып алдық.
әрбір кесіндіні екі жағынан жапсырып, осындай гүл жасап алдық. Және екінші шаршымызға тағы да салып, осындай екінші рет шеттерін жапсырып, осындай самса жасап алдық. Бұл самсалар мен ойлап тұрмын, сырный шариктар болады, әдемі кішкентай шайға тістейтін тәттілермен бірге қойса да әдемі болып тұратын сияқты. Өте әдемі көрінеді екен. Жегенде де жақсы дәмді болады екен. Міне мен бірнеше рет сіздерге көрсетіп жатырмын. Осындай әдемі самсалар шығады екен. Енді екіншісін тағы да салатын боламыз осылай. Бұны кәдімгі самсаның қамырынан да жасауға болатын сияқты. Жаңағы өзіміздің үгітілмелі самса қамырмен де жасауға болатын сияқты. Міне осындай менде самсалар шықты. Оны мен жаңағы жұмыртқаның сарысына кішкене сүтті құйып алып, жақсылап, әдемілеп, жан-жағына кәдімгідей тигізіп, әдемі қылып, жұмыртқаны жағып алып жатырмын, бірдей болсын деп. Жақсылап жұмыртқамен майлап алған самсаларымыздың үстіне күнжіт жемешкілерін, мак сияқты жемешкілермен де әрлеуге болады. Мен мак салдым. Мак та әдемі көрінеді. Мен пешімді 180 градусқа қосып қойдым. 30 минутта, сағатын қойып, 30 минутта пісіріп аламыз. Міне осындай болып менде самса пісті. Осымен мен өзімнің бейнемді аяқтаймын. Құрметті менің оқырмандарым, келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.